Ықылас. Мына үш нәрсе ықыластың нышаны. Халықтың мақтауы мен даттауына көңіл бөлмеу, істеген жақсылығын тез ұмыту, тіпті істеген ісінің ақыретте сауап әкелетінін де ұмыту. Мұсылман адам күнделікті құлшылықтарымен жасаған сауапты істерін жаратушы Алланың қабыл етуі үшін әрдайым ықыласпен орындауға тырысады. Ал ықыластың негізгі шарты шынайы ниет. Егер ниет пен іске бөтен пиғыл араласпайтын болса, рия, көз бояушылықтан ада болады. Олай болса, ықылас дегеніміз не? Мөминдер неге ықыласты құл болуды мақсат тұтқан? Ықылас ең әуелі адамзатты жоқтан бар еткен, құдіретті күшті, мейірімді Аллаға деген шынайы сезім. Ықылас жүректің кіршіксіз адалдығы мен ниеттің тазалығы. Алла тағала адам баласының жүрегіне қарап сауап жазады. Ықылас амал мен ниеттің риясыз болуы, дәретсіз намаз болмайтыны секілді, ықылассыз құлшылық болмайды. Ықылас барша пайғамбарлардың ортақ қасиеті. Пайғамбарлардан кейінгі ең ықыласты жандар сахабалар. Олар саналы ғұмыр тұтастай хақ жолына арнап тірі жаннан еш нәрсе күтпестен өмірден озды. Алла тағала қасиетті Құранның көптеген аяттарында құлшылықты бір ғана Алла үшін жасауды әмір етіп, дұшпандардың қысастығымен, қастандығына, зұлымдығымен түрлі айналасына қарамастан пейілге сызат түсірмей ықыласты болуға шақырып былай дейді: кәпірлер жақтырмаса да, сендер құлшылықтарыңды шын жүректен Алла үшін жасап, оған дұға етіңдер. Ғафыр сүресі 14 аят. Ібліс шайтан Алланың құзырынан қуылғанда өзінің қуылуына себепкер болған адам атаны және оның болашақ ұрпағын тура жолдан тайдыруға уәде береді. Адамдарға жер бетіндегілерді көздің жауын алатындай етіп безендіріп қоямын. Сөйтіп олардың барлығын азғырып, тура жолдан тайдырамын. Алайда ықыласты құлдарының жөні басқа. Сонда Алла: міне осынау жол өзің кепіл болған тура жол. Менің ықыласты құлдарыма сенің ешқандай ықпалың жүрмейді. Сенің ықпалың тек өзіңе ерген адасқан азғындарға ғана жүретін болады деді. Хижр сүресі 39-42 аяттар.